Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын салатым қызылша салаты. Ең алдымен бізге қызылша салатын осылай төртбұрыштап турап аламыз. Содан соң картошкамызды осылай турап қызылша салатымызға қосамыз. Мен 2 картошка пайдаландым. Сосын горохымызды саламыз. Енді піскен жұмыртқамызды да осылай төртбұрыштап саламыз. Салатқа қосамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Және де соленый қиярымызды да осылай төртбұрыштап турап салатқа қосамыз. Өте керемет салаттардың бірі болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де шайный ложкамен, кішкентай қасықпен, ұшымен аз ғана тұз саламыз. Өйткені майонезімізде де тұз болады. Көп салудың қажет жоқ. Енді майонезімізді салып араластырамыз. Осылай араластырамыз. Дәмі өте керемет салаттардың бірі. Келе жатқан жаңа жыл мерекемізге жасасақ болады. Енді дайын салатты тарелкамызға саламыз. Салатымыз дайын, өте керемет салат шықты. Енді бетіне картоп пай осылай сеуіп қояйық, сәндеп. Енді керемет салат шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.